осы ұялы телефонымызды тек қана жақсылыққа пайдаланайық. Сонымен қатар бұл жердегі жаңағы небір адамдар бар, шетелдің жұлдыздары бар. Соның бәрі болмайтын жұлдыздар. Соларға еліктейміз кейде, солар сияқты киінгіміз келеді, солар сияқты жүргіміз келеді, солар сияқты күлгіміз келеді. Ол да дұрыс емес. Біз еліктейтін адамдар, міне қыздарға Әлия мен Мәншүк тұр. 18-20 жасында соғысқа сұранып қазақтың батыр қыздары кетіп жатыр. Орта Азиядан Совет одағының батыры деген ешқандай ұлттан қыз шыққан жоқ, тек қана қазақ халқынан басқа. Бұл біздің қазағымыздың, текті қазағымызға берілген батырлық дейді Бауыржан Момышұлы. Сондықтан біздің домалақ анамыз бар, кеше мен Бәйдібек ауданында болдым. Қандай бір ұлттың анасы болып отыр да қазір. Үлкен рудың анасы болып отыр. Сол домалақ ана түс көреді, түсінде сенің білегіңнен кім ұстаса, соған үйленесің дейді. Ешқашан білегінен еркек ұстамаған домалақ ананың, Нұриланың. Бұны жаңа айдалада бір құдыққа түсіп кетіп, сол құдықтың ішінде ол бәленбай уақыт отырып қалады. Сол кезде Бәйдібек ақсақал біздің атамыз келіп, жаңағы кішкентай қызды суырып алған. Сонда сенің жолдасың осы болады, өйткені сенің аян берген кезде бағана алғаш білегінен ұстаған адам сенің жаңағы жарың болады деген түсті көрген алдында. Қандай тектілік. Кезіндегі Әбу Ханифаны алып қарайтын болсақ, сол Әбу Ханифа атамыздың жаңа өмірге келуінде үлкен ғибрат нәрсе бар. Сонда қызына үйлендірген кезде менің бір қызым бар, көзі жоқ, соқыр, аяғы жоқ, ақсақ, қолы жоқ, жаңа шолақ, құлағы жоқ, керең, тілі жоқ, мылқау. Сол қызға үйленесің дейді жаңағы әкесі Сәбитке. Сонда Алладан қорқатын Сәбит жаңағы бір шарттармен көнеді сонда. Сонда кейін некесіне қиғаннан кейін бағана бөлмеге барса, ай десе ауызы бар, күн десе көзі бар, қол аяғы сап-сау әдемі қыз отыр. Сонда айтады ғой, менің әкемнің көзі жоқ дегені дейді, тілі жоқ дегені, мен ешқашан өсек өтірік айтпағам, біреуді ғайбаттамағам дейді. Тілі жоқ дегені сол шығар дейді. Құлағы жоқ дегені, мен ешқашан жаман нәрсені естімегем, өсек ғайбат естімегем, құлағы жоқ керең дегені сол шығар дейді. Қолы жоқ дегені, бағанағы шолақ дегені, мен жаман нәрсені ұстамағам, аяғы ақсақ дегені, мен жаман нәрсеге бармағам. Сонда жаңағы қарасаңыз, сондай біздің тақуа аналардың ұрпағымыз біз. Ұлттың анасы айналып отырған аналар бар. Сондықтан айналайын қыздар, сондай аналарымызға еліктейік. Өзіміздің аналарымыз бар. Өзіміздің туған аналарымызға, әжелерімізге еліктейік. Жігіттердің барлығы бағанағы батырларға еліктейік.